Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мешіт Алланың жердегі үйі дейді біздің атам қазақ. Ендеше мешіт күндер салады деген кезде пайғамбарымыз ақырет күніне және Аллаға сенетін, Алладан қорқатын шынайы құлдар салады деген. Ендеше мінекей осынау Қостомар ауылында салынып жатқан мешітке барша демеушілік жасап, демеп жатқан барша азаматшыларға, барша мұсылман бауырларға Алла тағала разы болсын. Міне Аллаға шынайы сенген, Аллаға разылығын іздеген пенделер. Ендеше міне осы біздің мешітке әлі де терезелері керек болады, пластиковый, сондай-ақ төбесіне шипыры керек, теплый пол дейміз, тағы да сондай жайнамазы бар төсейтін кілемі. Соған демеушілік жасаймын, Алланың сауабын мен де аламын, мен де осы мешітке өз үлесімді қосамын деген кісілер болса, төмендегі Каспий голд арқылы өз қаражаттарыңызды, өз көмектеріңізді салсаңыздар болады. Немесе мынау телефон арқылы звондап бүкіл нақты ақпаратты біле аласыздар. Алла разы болсын. Осындай игі істерде басымыз қосылып жүру керек. Әрбір игі іс садақа деп пайғамбарымыз айтқан. Достар, Алла разы